бірақ та Алекс кейін қорқа бастап барлығын түсінеді және де бұл қыздың кім екенін нақты біледі. Кейси ол бұл жерге неге келгенін және де кек алғысы келетінін айтады. Солай ол өзінің ісіне кіріспек болады. Ол Алекстің денесіне Нинаның есімін жазбақ болады. Бірақ жігіт босап кетіп Кейсиға тап береді, тұншықтырып өлтіреді. Алекс мықты болғандықтан кейін Кейсидің оған күші жетпей сол жерде жан тапсырады. Солай жігіт Кейсидің өлік денесінің қасында таңда аттырады. Таңертеңгісін жігіттің қасына Джо есімді жігіт келеді. Ол оның досы еді. Ол қызды өлді деп ойламайды. Сол себепті оны оятпақ болған кезде ол көзін жеткізеді. Кейін Джо Алексті бұл абайсызда болған жағдай және де басқалар тұрғанша қыздың денесін жою керек деп өртеп жібереді. Бірнеше күннен соң қыздың ата-анасы Кейсидің жоғалып кеткені туралы полицияға хабарлайды. Ол жоғалып кетті дейді. Ол жігіттерге бармас бұрын ата-анасына жұмыс бабымен кететінін ескерткен еді. Бірақ та жұмыстастары